Аймақтық Ертіс КВН лигасы еліміздегі кез келген команданың халықаралық деңгейге шығуын қамтамасыз ететін жалғыз мүмкіндік. Жыл сайын мыңдаған КВН ойыншылары осы лигаға ең жақсы команда атағын иелену үшін бақталасуға келеді. Аталмыш сайыста соңғы рет Қарағанды облысының өкілдері 20 жыл бұрын финалда жеңіске жеткен. Ал 2018 жылдың желтоқсанында теміртаулық Джанлуиджи Магнитофон командасы Ертіс өңірлік лигасында бірінші орынды иеленіп, Сочиде өтетін халықаралық турнирге жолдама алды. Это большая победа, на самом деле. Бұл үлкен жеңіс. Шындығында КВН ойындарын қарамайтын жан жоқ шығар. Қарағанды облысының көлемінде КВН ойындарына қатысатын 700-ге тарта адам бар. Тіпті біздің Теміртаудың өзінде бүгін санап көрдік. 100-ге жақындап қалыпты. Бұл әрине қуантады. Кез келген қатысушының Сочидегі сахнада өнер көрсету арманы. Бұл арманға қол жеткізу үшін 20-25 жылға жуық ойнап жүргендер де бар. Ал біздің жерлестеріміздің жеткен жетістігі көңіл қуантарлық. Жақында желтоқсанның 11-не қарай Павлодарда финал болды. Сол финалда біздің команда бірінші орын алып Сочиға жолдама алдық. Алла қаласа ертең 9-ы, қаңтардың 9-ы жол жүреміз Сочиға. Бүгін жиналып отқан себебіміз қаламыздың депутаттары және де әкімдері бізге қолдау көрсетіп бізге сәттілік тілеуде. Теміртаулық Джанлуиджи Магнитофон КВН командасының құрылғанына 1 жылға жуық уақыт болды. Осы аз уақыт ішінде аталмыш топ біраз биіктерді бағындырып үлгерді. Команда құрамында жергілікті оқу орындарының студенттері өнер көрсетеді. Мы играли все, в принципе, в Лиге Магнитка. Біз бұрын Магнитка лигасында өнер көрсеткен едік. Кейін ойлана келе, мықты бір команда құруды шештік. Басқа өңірлерге шығып, өнер көрсетудің бірден-бір жолы осы болды. Әрине, еш өкінбейміз. Аз ғана уақыт ішінде көп жетістікке қол жеткіздік. 12 қаңтар күні Сочиде Кивиин 2019 халықаралық КВН фестивалі басталады. Сайыста әлемнің түкпір-түкпірінен келген командалардың өкілдері 2 апта көлемінде өз өнерлерін көрсетеді. Это очень большой уровень. Бұл өте жоғары деңгей. Соңғы рет Қарағанды облысының құрамасы мұндай деңгейдегі сайысқа 2000 жылдары қатысқан. Сондықтан біздің жерлестеріміз үшін бұл үлкен жетістік. Өте жауапты ойын болғаннан кейін команда құрамынан бөлек 2 автор және барлығын түсіріп тұратын оператор барады. Осы жолы теміртаулықтар жеңіске жетіп, басқа қалаларға да металлургтер шаһарының атынан өнер көрсетуге барады деген үлкен үміт бар. Алдағы уақытта жоғарғы лигада өнер көрсетсе екен тілек те бар. 8 қаңтар күні қала әкімінің орынбасары Дәурен Есімханов, мәслихат депутаттары, мемлекеттік мекемелердің басшылары Сочиде өтетін халықаралық сайыста өнер көрсететін жергілікті командаға сәттілік тілеп, салтанатты түрде шығарып салды. Я надеюсь, что наша команда Мен біздің команда жеңіске жетеді деген үміттемін. Ақ жол тілейміз. Ештеңеден қорықпай, алдыға қарай жүріп, биік белестерді бағындыра беріңіздер. Очень большое спасибо, хочется сегодня также мы. Бүгінгі шарада осы команданың жетістікке жетуіне өз үлестерін қосып жүрген жандарға алғыс білдіреміз. Бүгін жерлестерімізді шығарып салу үшін арнайы жиналдық. Оларға тек сәттілік тілейміз. Басқа елде қазақ елінің атын шығарып жүрген жерлестерімізге біз де сәттілік тіледік.